Сондықтан үйде жанағыдай тапқан табыс жетпей жатса, бір қиыншылық туып жатса, анау кредитке жүгірмеңдер, истиғфарға жүгіріңдер. Демек сенде күнә көбейіп кетті. Сол үшін сенің ырзық несібен кеміп жатыр. Ырзық несібен кеміп жатыр. А сен ойлайсың, жаңағыдай қарам нәрсемен ырзық несібемді орнына қойып аламын. Жоқ. Сөйтіп бір алады, екі алады, үш алады, төртінші барып асылып қалады болды. Аллаху акбар. Сол шеше ме? Жетпей жатса истиғфар айт. Демек береке бермей тұр Алла тағала. Бір жерде қателік кетіп жатыр. Не сенде, не сенің жұбайыңда. Қолына тәш пәперді үйде истиғфар айтқызып қойса, таңертең кешке истиғфар айтқын, кино көргенше жаңа. Берекет келеді. Берекет келеді. 1 миллион айтсаң, 1 миллион теңге келеді десең. Алла мейірімді. 1 миллион өсек айтсаң, ғой солай көтір. Одан зікір айтсын, истиғфар айтсын. Зарплата отырғызып қой жаңа. Айына осынша айтсаң, осынша беріп тұрған. Зато истиғфар берекет келеді малыңа. Оны блогер қылып қойғанша, оны жаңа. Истиғфар шығып қойды. Зарплата отырғызып қой болды. Истиғфар айтсын. Таңертең кешке